Дәуіттің мінәжаты. Ол Дәуіттің Саулдан қашып, таудағы үңгірді паналағанына арналған. Мейірленіп Құдай, рахым етші маған, өйткені үмітімді артамын саған. Пәле-жала өткенше бас сауғалайын, қанатыңның аясын паналайын. Сыйынып тұрамын Алла тағалаға, маған игілік жасаушы Құдайға. Ол көктен көмек жолдап аман сақтайды, мені өкшелеп қудалағанды қорлайды. Иә, Құдай рахымы мен шындығын сыйлайды. Айналам толы жыртқыш арыстандай, сол сұмдардың тілдері өткір қылыштай, тістері де үшкір жебемен найзадай. Уа Құдай, көктен жоғары атың шықсын, күллі әлемде сенің даңқың артсын. Дұшпандарым маған арнап тор құрды, сондықтан еңсем түсіп көңілім қалды. Жолыма олар тұзақ құрып ор қазды, алайда сол орға өздері құлады. Уа Құдай, жүрегім саған сенімді, өзіңе арнаймын мен ән күйімді. Жан дүнием ояншы, сергек болайын, жетіген мен домбыра болыңдар дайын. Ән жырыммен атар таңды оятайын. Уа ием, жұрт алдында сені мадақтаймын, ұлттар арасында мақтап жырлаймын. Себебі берік рахымың заңғар аспандай, әрі сенімділігің асқар бұлттардай. Уа Құдай, көктен жоғары атың шықсын, күллі әлемде сенің даңқың артсын.